Жоба авторы Ыбырай Алтынсарин атындағы мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Баянхан Қарашаш. Тақырыбы Жауыр тауының тарихы. Қарағанды қаласынан 70 шақырым қашықтықта, Астана тасжолының бойында, сол жағындағы жота Жауыр тауы деп аталады. Таудың Жауыр аталуы қозы Көрпеш Баян сұлу жыры арқау болған. Мақұл болды, біз эми бир болобуз. Жырдағы кейіпкер Қарабай мен Сарыбай олар ұзақ перзент күтеді, армандары орындалып құда болуға уәделеседі. Қарабай әкесінен айырылған қозыны, менсінбей қызын малын құтқарған қодар қарақшыға бермекші болады. Бұны білген Айбас қозыға хабарды жеткізбекші болып аттанады. Алыс жолдан аты Жауыр болып, осы таудың бөктеріне атын қалдырып кетеді. Содан тау Жауыр тау атаныпты. Жауыр тауының етегінде Гагарин ауылы орналасқан. Оң жағында Самарқанд ауылы орналасқан. Ауыл мен тауды Нұра өзені бөліп жатыр. Самарқанд ауылы 1930 жылы құрылған. Заманмен бірлесе ауылымызда даму үстінде. Ауылымызда спорттық алаң, балаларға ойын алаңы және балаларға арналған түрлі бос уақытты тиімді пайдалану үшін түрлі үйірмелер мен спорттық секциялар ұйымдастырылған. Ауылымыз стадион, Гагарин, Ленин, Октябрь, Садовый, Новостройка көшелері бар.